Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Назарларыңызға Қойнауы ырыс, жайлауы тыныс болған облысымыздың ғана емес, республикамыздың ірі өндірісті және ауыл шаруашылықты өңірі Хромтау ауданының 90 жылдығына арналған Кенді өлке Хромтау 90 жылдық белестері атты кітап көрмесін ұсынамыз. Көрменің мақсаты халқымыздың өткені, елдің шежіресі, жердің тарихы. Осы ретпен келгенде Хромтаудың ұзақ жылдар бойы қалыптасқан келбеті жайында кеңінен мағлұмат береміз. Көрме арнайы 6 бөлімдерден тұрады. Тарихы терең Хромтау, көненің көзі ескерткіштер, Кенді өлкенің кемел жолы. Және келесі бөлімдер өлкенің танымал тұлғалары, ауылдың кіші энциклопедиясы жобасы және Хромтаудың көркем келбеті. Бұл бөлімде Хромтау ауданының құрылуы, елді мекендердің қалыптасуы, тарихи оқиғалар мен архивтік фотосуреттер арқылы өткеннің сырлы беттері ашылады. Жаңарған өлке және қазыналы Хромтау. Бұл кітаптарда Хромтау ауданының шежірелі жылдары, кешегісі мен бүгінгісі, өңіріміздің даму жолдары, ел мерейін асырған тамаша адамдар туралы баяндалады. Ауданымыздың табиғи тарихи ескерткіштері. Ойсыл қара тарихи ескерткіші, Айдарлаша қимасы, Азбартас үңгірі, Көмбетас табиғи ескерткіші, Ор өзені, Мұғалжар жасанды көлі. Осы аталған тарихи ескерткіштер жайында өлкетанушы Ыршан Ильясованың ел иесі, жер киесі және далам тұнған шежіре кітаптарынан мол мағлұмат ала аласыздар. Бөлімде кен орындарының тарихы, Хромтау өндірісінің дамуы және еңбек майталмандары жайлы кітаптар ұсынылады. Хромтау Қойнауы қазынаға қаншалықты бай болса, елін сүйген ерлерде соншалықты мол өңір. Ұлы Отан соғысына 8 мыңнан астам хромтаулық қатысса, солардың 3 мыңдайы туған жерге оралмады. Ал екі жерлесіміз Валерий Федорович Величко мен Леонид Прокофьевич Шиловскийге көрсеткен батырлықтары мен қаһармандықтары үшін қаза тапқаннан кейін Кеңес одағының батыры атақтары берілді. Тағы бір жерлесіміз Василий Семенович Шахрай даңқ орденінің толық иегері атанды. Аудан тарихы туралы айтқанда, сол кезеңдерде өмір кешкен, өзіндік іздерін қалдырған бір қатар аға буын өкілдерін айрықшалап айта кеткеннің артықтығы болмас. Туған жердің түлеуі үшін ештеңеден тайсалмаған атпал азаматтар, жергілікті ақын жазушылар аудан тарихында өзіндік іздерін қалдырған туған өлкенің тарихи тұлғалар туралы баяндалады. Желпсәлі Беркімбаев тұлғасы және тарихи дәуірі. Бұл кітапқа тарихи тұлға Желпсәлі Беркімбаевтың өмірі және қоғамдық саяси қызметі, өлке тарихы туралы тарихи зерттеулерге арналған ғылыми мақалалар топтастырылды. Ауданымыздың танымал тұлғалары мен ақын жазушылары жайындағы ғибрат қылдым кейінге және қалама жүйрік жерлестер бейнероликтер мен QR-кодты сканерлеу арқылы таныса аласыздар. Бұл бөлімде ауылдың кіші энциклопедиясы жобасы аясында жазылған материалдар топтастырылып, әр ауылдың тарихы мен тыныс-тіршілігі, танымал адамдар туралы баяндалады. 2013 жылдан бері іске асырылып келе жатқан ауылдың кіші энциклопедиясы кітапханалық жоба аясында көптеген іс-шаралар ұйымдастырылып отырады. Осы жоба аясында 2016 жылы Бөгетсай ауылының кіші энциклопедиясы жарық көрді. Сонымен қатар өлкетану әдебиеті оқырмандарға QR-код арқылы оқуға ұсынылады. Бұл ақпаратты тарату мен әдебиетке қолжетімділікті арттырудың заманауи әрі ыңғайлы тәсілі. Кітапхананың өлкетану бөліміне байланысты кітаптарға QR-кодтар орналастырылады. Оларды сканерлеу арқылы оқырмандар кітапты электронды форматта оқи алады.
қатар Хромтау Чемлі стилінде журналының QR код арқылы қарап балалар өлкемізбен таныса алады. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Аружан. Мен сіздерді менің туған өлкеммен таныстырғым келеді. Өскен ел тарихын таспен жазады, өшкен ел тарихын жаспен жазады демекші. Жас ұрпақтың бойында туған жері мен елі туралы білімін жетілдіріп, сол арқылы отанын сүйген азаматтық рухты қалыптастыра білсек, біздің еңбегіміздің жемісі сол болмақ. Ендеше өңірдің бай тарихи мәдени мұрасымен тереңірек танысып, білім көкжиегін кеңейтемін деген оқырмандарымызға есігіміз әрдайым ашық. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп